Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендиаттарының қауымдастығы. Жоба демеушісі Unicom Business Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 2017 жылы мамырдың 3 мен 4-інде Астана, Алматы және Орал қалаларында әлемдік көрерменнің сүйіспеншілігіне бөленген галактикааралық қаһармандардың шытырманды оқиғаға толы кинотуындысының екінші бөлімі «Галактика сақшылары 2» фильмінің арнайы жабық көрсетілімдері өтті. Таңғажайып әлемдер, ғарыш соғыстары, сюжеттің күтпеген өзгерістері мен әйгілі әзілдер жаңа блокбастердің көрермендерін Marvel студиясы әдеттегідей өз дәстүрі бойынша қуантқаны анық. Фильммен жұмыс жасау керемет қызықты болды. Себебі бұның жанры тек қана фантастика емес, сонымен қатар өте көңіл жақсы көтеретін комедия. Әрине бір қолайсыз сәттер де болды, аудармаға келгенде, үйлестіруге келгенде кейбір қиындықтар болды, дегенмен де бір жақсы нәтижеге жеттік деп ойлаймын. «Галактика сақшылары 2» фильмі болашақ корпоративтік қоры ағымдағы жылдың екінші аударған фильмі және 2011 жылдан бері аударылып келе жатқан 19-шы фильмі болып есептеледі. Жобаның демеушісі Unicom Business Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қазақ дубляжының режиссері, театр, кино актері Шахмұрат Ордабаев болды. Бұл фильм оның мансабындағы алғашқы режиссерлық тәжірибе болды. Ал жалпы жоба аясындағы 6-шы жұмыс екен. Бұдан бұрын Шахмұрат дубляж актері және режиссер көмекшісі ретінде танылған болатын. Көрнекті, бірегейлі және кей кезде есер мінезді кейіпкерлер жаңа қарқында қайтып келеді. Бірінші фильм отбасының құрылғаны туралы, ал «Галактика сақшылары 2» отбасы болу деген не екені туралы сипатталған. Фильмнің өзі өте позитивті, көңілді, комедия, қызықты жерлер көп. Әсіресе менің кейіпкеріме қатысты сондай қызық, күлкілі сондай жағдайлар өте көп болды. Болашақта тағы да Америка, орыс фильмдерінің қазақша тілде болуына біз қуанамыз және де сол фильмдерде қатысуға да үлкен үміт артамыз. Сондықтан қазақ тілін жандандыра берейік. Бүгінгі «Галактика сақшылары 2» фильмінде Оскар сыйлығының номинанты Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне секілді атақты актерлар ағылшын тіліндегі нұсқасында қатысқан болса, қазақ тілінде басты рөлдегі қаһармандарға өз дауыстарын сыйлағандар қатарында Тимур Пиязов, Руслан Сеңкебаев, Ержан Жарылқасынов және тағы да басқа жалпы саны 35-ке жететін актерлар бар. Астана мен Алматы қалаларында дәстүр бойынша алдын ала көрсетілім Сарыарқа сауда ойын-сауық орталығының Кинопарк 8 IMAX, Есентай Мол сауда ойын-сауық орталығының Кинопарк 11 IMAX кинотеатрларында өтті. Орал қаласының арнайы көрсетілімі Сити Центр сауда орталығының Cinema Park кинотеатрында өткізілді. Фильмнің көрсетілімдеріне жобаның бастаушысы, болашақ қауымдастығының құрметті мүшесі Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек, болашақ қауымдастығы кеңесінің төрағасының қызметін атқарушысы, парламент мәжілісінің депутаты Бақтияр Мәкен, болашақ қауымдастығының мүшесі Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов, дубляж актерлары, демеушілер, мәдени және шығармашылық интеллигенцияның өкілдері, жазушылар одағының өкілдері, сонымен қатар балалар үйінің тәрбиеленушілері, блогерлер, жастар ұйымдары, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысты. Бұл тамаша жоба болды және де осы әрі қаратай үлкен жобалармен әрі қарай жалғасын тауып, болашақта бүткілін тек қазақ тілінде жасағанға аса ризамын.